Сәлеметсіңдер ме, білім алушылар? Бүгінгі біздің сабағымыз биология сабағы. Сабағымыздың тақырыбы биосфера және оның қасиеттері. Владимир Иванович Вернадскийдің биосфера туралы ілімі. Бүгінгі сабақта жер ғаламшарындағы биосфераның құрам бөліктері, тірі зат, түрлік құрамы, әртүрлілігі және биомасса ұғымдарымен қатар Владимир Иванович Вернадский ілімі туралы түсінік аламыз. Ана тақырыбымызды бастамас бұрын өткен сабаққа шолу жүргізіп өтейік. Бұғанға дейінгі сабағымыз экологиямен байланысты болғандықтан сіздерге келесі сұрақтарды қойғым келеді. Бірінші сұрақ: экология ғылымындағы жаңа ұғымдарды атап, мәнін анықтаңдар. Екінші сұрақ: экология ғылымының жаңа бағыттары дамуының алғы шарттары қандай болды? Үшінші сұрақ: экология ғылымының дамуындағы жаратылыстану ғылымдарының рөлі неде? Және төртінші сұрақ: экологиялық проблема дегеніміз не? Дұрыс жауап бергендеріңізге сенімдімін. Жаңа тақырыпқа назар аударатын болсақ, бұл сабағымыз бірнеше кезеңдерден тұрады. Бірінші кезең білгенге не жетсін деп аталады. Бұл кезеңде сіздерге биосфера және оның құрам бөліктері туралы айтып, Владимир Иванович Вернадскийдің биосфера ілімімен таныстырып, бірқатар мәліметтер беріледі. Биосфера жердің белсенді аймағы, қалған қабаттармен тығыз қарым-қатынаста болады. Жердің әр қабатын жеке-жеке қарастырсақ, атмосфера, жердің ауа қабаты, біздің ғаламшарымыздың ғарыш кеңістігімен шектесіп жатқан аралығы. Атмосфера арқылы зат және энергия алмасады. Атмосфера тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера, экзосфера деп аталатын бірнеше қабаттардан тұрады. Тіршілік тропосфера қабатына тән. Онда барлық тірі организмдерге қажетті оттек, азот, көмірқышқыл газдары бар. Атмосфераның ең маңызды атқаратын қызметі тыныс алу, қорғаныш, зат және энергия алмасуды жүзеге асыру. Гидросфера жердің су қабаты. Гидросфера қабаты жер шарының 3/2 бөлігін алып жатыр. Сусыз әлемде тіршілік болмайды. Жер шарындағы барлық судың 94% мұхиттар мен теңіздердің, 6% ғана өзен, көл, жер асты сулары мен мұздықтардың үлесіне тиесілі. Судың беткі қабатында ұсақ организмдер қалқып жүреді, оларды планктон деп атайды. Литосфера жердің тас қабаты. Литосфера құрлықтағы тіршілікке ең қолайлы орта болып табылады. Оның түп негізін әртүрлі минералдар, тау жыныстары, шөгінділер, органикалық қалдықтар құрайды. Топырақ қабатын тіршілік тірегі десе де болады. Онда тірі организмдерге қажетті барлық жағдайлар бар. Топырақ организм үшін қолайлы орта, қорек көзі, жаулардан қорғанатын орын, көбею, таралу аймағы болып табылады. Жер ғаламшарының тіршілігі таралған аумағы биосфера деп аталады. Биосфера тірі организмдердің қатысуымен өзін-өзі реттейтін, үнемі өзгеріп әрі дамып отыратын ашық жүйе. Жалпы жер ғаламшарындағы биосфера қабығының пайда болуында тірі организмдер басты рөл атқарады. Жер бетіндегі биосфераның қазіргі қалпы тікелей тірі организмдердің тіршілік әрекетінің жемісі. Биосфера құрамындағы тіршілік табиғи тұрақтылығын сақтауға бейімделген. Бұл табиғаттың даму заңы. Владимир Иванович Вернадский биосфера туралы ілімін жасады. Ол алғаш рет тіршіліктің физикалық табиғатқа әсер ету масштабын бағалады. Владимир Иванович Вернадский айтуы бойынша биосфера жалпы планеталық қабықша, тіршілігі бар және оның әсерінен ұшырап отырған жер бөлігі.
Биосфера құрлықтың, теңіздің және мұхиттың барлық ауданын алып жатыр және тірі организмдер қызметімен жасалынған жыныстары бар жер бөлігі кіреді. Владимир Иванович Вернадскийдің негізгі идеясы биосфера деген еңбегінде 1926 жылы жарық көрді. Вернадский биосфера туралы ойларын тұжырымдай келіп, биосфера тірі организмдердің литосфера, гидросфера, атмосфера және техносфера арасындағы әрекеттесулері жүретін біртұтас экологиялық жүйе деген болатын. Вернадский биосфера туралы ілімін тұжырымдай келіп, ондағы тіршіліктің тұрақты дамуындағы адамның рөлін жоғары бағалайды. Ол биосфераның болашағы адамның парасатты ақыл ойына байланысты, яғни ноосфера бір қалыпты дамуы тиіс деді. Вернадский биосфера туралы ілімін дамыта келе, биосфераның сапалы жаңа деңгейін ашты. Владимир Иванович Вернадский биосфераның бірнеше затын ажыратып қарастырған. Олар тірі заттар, биогенді заттар, биокосты заттар және косты заттар. Міне көріп отырғандайыңыздар, осы негізгі құрам бөліктері көрсетіліп тұр. Осыдан 3 миллиард жылдар бұрын пайда болған қазіргі биосфераның құрамына тірі организмдер, олардың қалдықтары, сондай-ақ олар мекендейтін және олардың әсерінен өзгерген атмосфера, гидросфера және литосфера зоналары кіреді. Планетадағы барлық тірі организмдердің жиынтығын Вернадский тірі заттар деп атайды. Биосфера құрамына кіретін тірі заттарға өсімдіктер, жануарлар және микроорганизмдер жатады. Биогендік заттарға тас көмірі, мұнай, битум кірсе, биокосты заттарға топырақ, табиғи сулар жатады және косты заттарға пайда болу текті магмалық, биоорганикалық тау жыныстары мен космостық шаң мен метеориттер жатады екен. Өтілген тақырыпқа байланысты қосымша ақпаратты төмендегі сілтемелерден көре аласыздар. Осы айтылған мағлұматтарға сүйене отырып, тақырыбымызды пысықтап алайық. Ол үшін қатесін тап деп аталатын сызықтық диктант жұмысын орындайық. Бұл жұмыста тапсырма келесідей берілген. Дұрыс жауаптарға иә, дұрыс емес жауабына жоқ деген белгі қоясыздар. Бірінші сұрақ: биосфера үнемі өзгеріп әрі дамып отыратын біртұтас ашық жүйе ме? Екінші сұрақ: биосфера туралы ілімнің негізін Чарльз Дарвин қалады. Үшінші сұрақ: жердің су қабаты атмосфера ма? Төртінші сұрақ: жердің ауа қабаты литосфера ма? Бесінші сұрақ: озон қабаты тірі организмдердің тіршілігін күннің ультракүлгін сәулелерінің зиянды әсерінен қорғайды ма? Алтыншы сұрақ: Владимир Иванович Вернадскийдің негізгі идеясы биосфера деген еңбегінде 1926 жылы жарық көрді. Және жетінші сұрақ: гидросфера қабаты жер шарының 3/2 бөлігін алып жатыр ма? Жарайсыздар. Дұрыс жауап бергендеріңізге сенімдімін. Келесі кезеңде сәйкестігін анықтап тапсырмасын орындайық. Бұл тапсырмада берілген терминдерге дұрыс анықтамаларын сәйкестендірулеріңіз қажет. Бірнеше термин беріліп тұр. Ол атмосфера, гидросфера, литосфера, биосфера, Владимир Иванович Вернадский және ноосфера. Осы терминдердің дұрыс анықтамаларын қойып шықсаңыздар. Жарайсыздар. Тапсырманы дұрыс орындағандарыңызға сенімдімін. Білім алушылар, бүгінгі тақырыбымызды бекітейік. Ол үшін жаңа тақырыпты түсіндіру барысында алған мәліметтерге сүйене отырып, семантикалық картаны толтырайық. Семантикалық картаның тапсырмасы: жер ғаламшарының қабаттары берілген. Олар атмосфера, гидросфера, литосфера және биосфера. Сол сипаттамасы келетін тұсқа қосу таңбасын қойып белгілейсіздер. Қай анықтама қай жер қабатына келеді, соған қосу белгісін қойып шықсаңыздар.
Бәрекелді. Дұрыс жауап бергендеріңізге сенімдімін. Бүгінгі тақырыбымызды қорытындылай келе, сіздерге тазалық ойынын ұсынамын. Ойынның шарты бойынша сіздер тақырып бойынша алған керекті ақпараттарды чемоданға саласыздар. Сабақта керек емес болған артық дүниені қоқыс жәшігіне саласыздар. Ал ақпараттың ішінде әлі оқуым керек, толықтыруым керек дегендеріңіз болса, еттартқышқа саласыздар. Осылай, бүгінгі тақырып бойынша алған білімдеріңізді бағалайсыздар. И тапсырмасына келетін болсақ, жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану математика бағытындағы 11 сыныбына арналған биология оқулығындағы 255 беттен 328 бетке дейін оқып, қысқаша конспект жазып, орындалған тапсырманы EduPage немесе WhatsApp желісіне жіберулеріңіз керек. Орындаған тапсырмаларыңызды төмендегі бағалау критерийлеріне сәйкес тексеремін. Назарларыңызға рахмет.